Баршаңызға сәлем. Өмір жолы арнасындағы кезекті әсерлі әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Осыдан 10 жыл бұрын бір үйде көрші тұрған Тұмармен ойда жоқта бір тойда кездесіп қалған Гүлшат оған таңдана қараған. Үстінде жалт-жұлт еткен соңғы үлгідегі көйлек, аяғына биік өкшелі туфли киген Тұмар ортада әлде кіммен билеп жүр екен. Бұрынғы бұйығы жуас Тұмар емес, биі де, қылығы да өзіне жарасып тұр. Гүлшат жайлап жанына жақындады. Атын атап еді, жалт қарады. Ол да Гүлшатты бірден таныды. Екеуі амандық саулық сұрасты. Тұмар той иелеріне құдаша болып келеді екен. Айтпақшы, танысып қой, мына кісі менің жолдасым Марат деп, бірге билеп жүрген еркекті таныстырды ол. О, құтты болсын, бағын ашылсын. Қашан тұрмысқа шықтың? Деп жатыр Гүлшат. Жақында ғана. Ертең кездесейікші, жаңалығым көп. Өзіңді қалай тапсам екен деп жүр едім, деп Тұмар қуанғанын білдірді. Той тарқап үйге келген соң Гүлшаттың есіне Тұмар қайта-қайта түсе берді. Тұмардың бақытын тапқаны қандай жақсы болған. Баяғыда талай сырын айтып, жалғыздықтан жылаушы еді. Бір басы екеу болыпты. Оларды үйге шақырып жіберейікші, араласайық. Тұмар жақсы келіншек қой, деді жатарда күйеуіне. Тұмардың жақсы екенін білемін. Ал анауысы барып тұрған алаяқ. Бір көргеннен жақпады. Мен айтты дерсің, адам танимын ғой. Шақырсан шақыр үйге. Келсін, көрейік күйеуімен сөйлесіп, деді күйеуі. Сен де айта береді екенсің. Бір көрген адамды алаяқ деп, өзі сазгер, ән шығарады дейді ғой. Тұмарға керемет бір ән арнапты. Өзі өнерлі жан екен. Әй, әйелдер-ай, сендер тек құлақпен сүйесіңдер ғой. Мақтап, өлең, ән шығарса, бір көрген еркекке құлап түсесіңдер. Қойшы, мен ондай емеспін. Тұмарда ақыл тоқтатқан жан ғой. Ол тек өзім сүйген, өзімді сүйген адамға тұрмысқа шығамын дейтін. Жана көрдің ғой, екеуі керемет жарасып билеп жүр. Бір-бірін сүйетінің көрініп тұрды. Қайдағы сүйген? Мен білсем, әлгі еркек әйелдердің басына айналдырып жүрген Альфонстың нақ өзі. Жылтыраған түрі ұнамады маған. Оған Тұмар емес, басқа нәрсе керек. Басқа нәрсе. Ой, осы сенің күдікшілігін-ай. Қашан адамдар туралы жақсы ой ойлайсың? Жалғыз адамның жанын неге түсінбейсің? Бізге екеуі бақытты болса болды емес пе? Басқа басы артық әңгіме не керек? Деп Гүлшат күйеуі Болатқа кәдімгідей ренжіп қалды. Қайдағы біреуді сонша қорғағаның не? Немене ұнап қалды ма? Ән шығарады дейді ғой. Шығарса қайтейін. Қазір қолындағы таяғында лақтырып қалсаң, әнші, ақын, сазгер дегендерге тиеді. Өлеңде жазып, әнде шығарып, өзі орындап жатқандар топ кетті емес пе? Қай жерге тұмсығын тығарын білмей жүрген анау да соның бірі. Ұнап қалған несі? Мен тіпті онымен тілдескенде жоқпын ғой. Саған бір нәрсе көрінген шығар. Мына түріңмен оларды қайтып қонаққа шақырамын. Оған бірдеңе деп жүрсең, Тұмардан ұят емес пе? Ол байғұс енді ғана бақытты болып жүргенде, мен ертең Тұмармен жеке кездесемін. Күйеуі саған ұнамаса араласпай-ақ қойшы. Ойымды саған айтсам, өмірі бір жаққа қарап қисаясында тұрасың. Қашан жөні түзу әңгіме айтасың осы? Жұрттың еркектері. Гүлшат сөзінің аяғын айтпай жұтып қойды. Немене жұрттың еркектері? Жұрттың еркектері. Мен тақияңа тар келіп жүрмін бе? Шыныңды айт, қоясың ба жоқ па? Тұмарыңда оның жаңа тапқан байы да құрып кетсін. Керек еді олар маған, деп енді Болат дүрілдеп кетті. Сөзді қайда бұрып бара жатырсың өзі? Сені жамандаған жерім бар ма? Тойдан да тыныштықпен қайтпайтын болдық қой, көңіл күйімнің быт-шытын шығардың. Өзің ғой Тұмарды айтып қоймайсың. Ол анау алаяққа күйеуге шықпағанда біз ұрыспайтын едік, деп барып тоқтады. Гүлшат та қарап қалмай. Сен осы Тұмарды қызғанып отырғаннан саумысың? Тоқта, сен расымен оны қимай, оның күйеуін жамандап отырсың. Әйтпесе бір көрген адамда нең бар? Баяғыда Тұмар екеуін бір рет кафеге барып, қайдағын айтпашы, қызғанған нес? Тұмарда нем бар? Кафеге Тұмары екеуіміз емес, үшеуміз барғанбыз. Ұмытып қалғансың ба? Үшеуміз барсақ барған шығармыз. Бірақ сен сонда Тұмарға қарақштап отырғансың. Әлі есімде, Тұмарды бір емес, 2 рет вальске шақырғансың. Сосын бір рет түнде қоқыс төгемін деп 2 сағат жоғалып кеткенсің. 5 рет Тұмарды көлігімен жұмысына апарып тастағансың. Ол ауырып қалғанда жүгіріп жүріп жедел жәрдем шақырғансың. Ауруханада жатқанда 2 рет барғансың. Бұл менің білетіндерім ғана, ал білмейтіндерім қанша?
Сенің бар ғой, осы тұмармен бір нәрсең болған, мен бәрін сеземін. Мынаның арам ойын қара. Осының бәрі осы уақытқа дейін ішіне қалай сиып жүрген? Ол біздің жақын көршіміз болды ғой. Өзің тұмарсыз тамақ ішпеуші едің ғой. Қойшы айналайын, басымды қатырмаш, деген Болат теріс қарап жатып қалды. Гүлшат та теріс қарап жатты. Таңертеңде екеуі бір-біріне тіл қатпады. Болат таңғы асында ішпестен жұмысқа кетті. Гүлшат телефонына жармасты. Бірден кеше жазып алған Тұмардың нөмерін берді. Анау жақтан «Кім бұл таң атпай?» деп керілген Тұмардың дауысы естілді. «Мен ғой, Гүлшатпын. Бүгін түсте кездесеміз бе деп сұрайын дегенмін», деді бұл. «Ой, біз әлі ұйқыдан тұрған жоқпыз. Қазір бізде балайы ғой», деген Тұмар сылқ-сылқ күлді. Сөйтті де кейін хабарласамын деп телефонын қоя салды. Сіркесі су көтермей отырған Гүлшаттың қаны басына шапты. Түні бойы соның жартысын жыртып, күйеуімен ұрсып шықты. Күйеуінің бетіне қарамай, таңертең ашуланып кеткені анау. Ал ол болса балайы дейді ғой. Түнімен қызыққа батқан шығар. Гүлшаттың іші ит тырнап алғандай ашып кетті. Күйеуіне Тұмар үшін бекер артық сөз айтыпты-ау. Несі бар еді? Сонша қорғаштаған Тұмары қалың қалай деген де жоқ. Гүлшат Болатқа телефон соққысы келді. Алмай қойса не істемек? Одан да жазғаны дұрыс шығар. Күйеуінің WhatsApp-ын ашқан Гүлшат біраз ойланып отырып қалды. Не жазса екен? Кешірім сұрауы керек шығар. Сол дұрыс деп шешті ол. «Жаным, сен мені кешірші. Тұмар үшін сені бекерге ренжітіппін. Сенікі дұрыс. Бүгін үйге ертерек келші, ет асып қоямын. Жарай ма?» Күйеуіне осылай деп жазып жүрген Гүлшат одан жауап күтіп көп отырды. Болат оқысы да жауап жазбады. Гүлшат оған екінші рет жазды. «Жаным, сен қатты ренжіп қалдың ба? Кешірім сұраймын дедім ғой. Сенің айтқанның бәрі рас. Тұмардың күйеуі алаяқ Альфонс. Мен де байқадым. Біз олармен араласпаймыз, керек жоқ. Үйге ертерек қайтшы, ет асып қоямын». Күйеуінен жауап болмады. Гүлшат жынданып кетердей болып отыр. Тұмарға телефон соқты. Сол үшін күйеуімен ұрсып қалғанын айтпақшы. Ол да телефонын алмады. Оның да WhatsApp-ына жазды. «Тұмар, қалайсың? Кеше сендер үшін Болат екеуміз ұрысып қалдық. Айтпақшы, сенің күйеуің Альфонс болып жүрмесін, байқа. Болат та айтып жатыр. Саған жаным ашып айтып отырмын. Қазір Альфонс дегендер көбейіп кетті. Ақшасы бар әйелдерді айналдырады екен. Сақтанып жүрші». Тұмардан жауап тез келді. «Гүлшат, мен өте бақыттымын. Мұншалық қызғаншақ екеніңді енді біліппін. Оның мені қаншалықты сүйетінін сен білмейсің. Араласпай-ақ қойықшы. Сендерсіз-ақ таң атып, тауығым шақырған. Қош бол». Тұмардың жауабын оқыған Гүлшат орнынан атып тұрды. «Ақымақ», деді ішінен. «Көреміз әлі». Жаны шыдамай Болатқа телефон соқты. Ұзақ уақыт безілдетіп тұрып алды. «Не болды сонша? Жиналыстамын. Етіңді аса берші», деп сыбырлай сөйледі күйеуі. Оның даусын естіген Гүлшат қуаныштан шыр айнала жөнелді. «Мені кешірген екен ғой, тек хабарласуға қолы тимеген. Бұдан былай біреу үшін күйеуін ренжітпейді». Қандай ақымақ болған бұл? Бөтен адамдар үшін жанындай жақсы көретін адамын жазғырып, соны басқалар бағалап жатыр ма? Олар үшін үйінде қырқысып жатырсың. Олар жайбарақат өз өмірлерін сүріп жатады. Бұдан былай ешкімнің өміріне араласпайды, әңгіме айтпайды. Болды, тек Болат екеуміз тату-тәтті тұрамыз. Керек жоқ екен тіпті». Гүлшат осы оймен барып, тоңазытқыштан ет ала бастады. Ойына тағы Тұмар түсті. Қалай жақсылығы өтіп еді ғой. Оны да ренжітіп алдау. Кешірім сұрап үйге шақыра салайыншы. «Тұмар, жаным, мені кешірші. Болатпен түнде ренжісіп қалғанның кесірі ғой бәрі. Сенің бақытты екеніңе шын қуанып тұрмын. Кешке үйге келіңдерші. Болат та кешке келеді, күтемін өздеріңді», деген ол ұзақ сөйлесті. Тұмарлар келетін болды. Бір сағаттың ішінде алай-дүлей болған көңілі де ашуы да басылды. Сәлден кейін Гүлшат әдемі киініп базардан анау-мынау әкелуге шығып бара жатты. Гүлшат дастархан жасап асып-сасып жүр. Келетін қонақ Тұмар мен күйеуі болса да, етті де мол асып, салаттың түр-түрін жасап тастаған. Ашық түсті гүлді көйлегін киіп, шашын сәндеп алған. Сағатқа қараса 7 екен. Күйеуінің келетін уақыты болыпты.
Тұмардың күйеуі ішімдік ішеді ме екен, жоқ па? Қап, таңертең сұрай салмапты ғой. Ішпесе алдынан қайтар, 2 бөтелке алдыра салайын деп ойлаған Гүлшат Болатқа телефон соқты. Жаным, қазір үйге Тұмармен күйеуі келетінін ұмытқан жоқсын ба? Келерінде 2 бөтелке ала келші. Менің ішімдік таңдай алмайтынымды өзің білесің ғой. Басқасының бәрі дайын деп күйеуіне еркелей сөйледі. Ой, ертерек неге айтпадың? Үйге жақындап қалып едім деген Болат көлігін кері бұрды. Сол кезде есіктің қоңырауы да шылдыр ете қалды. Тұмар мен күйеуі келіп те қалған екен. Гүлшат жүгіріп барып есік ашып, қонақтарын жылы шыраймен қарсы алды. Мараттың қолында роза гүлдері бар екен. Мынау гүлдер дүниедегі ең сұлу келіншек өзіңе деп асқан бір ілтипатпен Гүлшатқа ұсынды. Гүлшаттың жүзі жайнап кеткендей. Ешкімнен мұндай гүл алмағалы қай заман? Болаты гүл сыйлауды ұмытқалы қашан? Гүлшат дегеннен Марат пен Болатты іштей салыстыра бастады. Жоғары шығындар, Болат қазір келіп қалады, жұмыстан кеш шығыпты деген ол қонақтарын залға бастады. Бізден басқа да қонақтар келе ме? Деп сұрады Тұмар жайласып жатып. Жоқ, бөтен ешкімді шақырмадым. Тек өзіміз ғана. Бәрі өзіңмен Мараттың құрметі үшін ғой. Сендер үшін өте қуаныштымын, деді Гүлшат. Ойпырмай, Тұмардың өзің сияқты пейілі кең, өзі сұлу дос құрбысы бар екенін көріп, көңілім толып шалқып отыр. Әйтпесе мен келгелі бері әлі ешкім қонаққа да шақырған жоқ. Ішім пысып жүреді. Сендермен танысқаныма қуаныштымын. Тұмар, ертең Болат пен Гүлшатты үйге шақырып жіберейік, деді Марат. Иә, енді араласамыз ғой. Мен де бұларды бір қалада жүріп, жоғалтып алып едім. Кеше ғана қайта табыстық емес пе? Осылай деген Тұмар Гүлшатпен бірге ас үйге кірді. Күйеуің ашық жарқын жақсы адам екен. Кісі жатырқамайды. Өзі ән шығарады дедің ғой. Қалай танысып жүрсің? Бұрынғы отбасы қайда, ажырасқан ба? Деген Гүлшат өзін қызықтырған сауалдарының бәрін қойып тастады. Тұмар да өзіндегі бар жаңалықты жеткізгісі келіп тұр екен. Шай қайнағанша күйеуі Марат туралы Гүлшатқа түгін қалдырмай айтып берді. Өзің білесің ғой, күйеуім қайтыс болған соң 2 қызыммен 10 жыл жалғыз тұрдым. Қыздарымның жас кезінде тұрмысқа шығып кетуімен де болар еді, бірақ оларды біреуге көз түрткі еткім келмеді. Олар бой жетіп тұрмыс құрып кеткен соң жалғыздығымды қатты сезіндім. Базарда қаншама сауда нүктелерім бар. Бәрі бір басыма жетеді. Бір қызым басында менімен бірге тұрып еді, кейіннен күйеу балам жатып шер болып, әрі ішіп алып маған да тіл тигізгісі келді. Сосын бөлек шығарып жібердім. Олар кеткен соң үлкен үйімде не істерімді білмей қалдым ғой. Бұрында күйеуге шығуды ойламайтындай едім. Бір күні Сырға деген құрбы мені Инстаграмға кіргізді. Басында тілін білмей, түк түсінбей жүрдім. Кейіннен достарым көбейді. Өзім бұрыннан ән тыңдағанды ұнатамын ғой. Пультпен бір ән айтатын келіншек бар ғой. Бір күні сонымен дос болдым. Сол арқылы осы Маратпен достастым. Кейін жекеде сөйлесетін болдық. Өмірде көп қиындық көрген екен. Әйелі жанын түсінбейтін, сыйламайтын біреу сияқты. Әлі онымен ажырасқан жоқ. Жақында ажырасады. Сені сүйемін, басқа ешкімнің керегі жоқ. Өмірімнің аяғына дейін сенімен боламын деп отыр. Маған күніге ән шығарды. Маған бұдан артық қандай бақыт керек? Марат келгелі жалғыздығымды ұмыттым. Тойға да жалғыз бармайтын болдым. Әзірге мешітке барып некемізді қидырдық. Қыздарында, мама, сіз бақытты болсаңыз болды деп жүр. Маған Мараттың қарабасы болса болды. Дүниеде, ақшада өзімде жетеді ғой. Көлігім де бар. Қазір оны Марат айдап жүр. Бұрын жақсы жерде жұмыс істеген екен. Қазір бос. Маған Алматыға кетіп жаңа өмір бастайық деп жүр ғой. Көремін. Мүмкін көшіп те кетерміз. Қандай күшті. Сені қатты жақсы көретін сияқты. Тұмарым деп үзіліп тұр, деді Гүлшат. Ау, сұлу келіншектер, мені жалғыз қалдырып қайда кеттіңдер? Тұмарым-ау, жаным, сүйген сыңарым-ау, сен қайдасың? Деген Мараттың дауысы шықты зал жақтан. Айттым ғой, мені жас баласы сияқты көзінен тас еткісі келмейді, деп күлген Тұмар қонақ бөлмеге қарай кетті.
Гүлшат шай демдеп жатқанда екі бөтелкені құшақтап Болат та келді. Тұмардың күйеуі Болатты ескі танысындай, тіпті өз үйінде отырғандай қарсы алды. «Ой, Бөке, аман есен келдің бе? Біз ерте келіп қалдық па деп ыңғайсызданып отырмыз. Сені күтіп шай де ішпедік. Сенсіз шай да батпайды ғой бізге», деп іші бауырына кіре сөйледі. «Гүлшат, сен қызықсың. Келген қонаққа асыңды бере бермейсің бе? Мені көп күтіп қалдыңдар ма?» деп жатыр Болат. Төртеуі үстел басына жайғасқан соң әңгіменің тиегі ағытылды. Сөз тізгінін қолына алған Марат төрде көселі сөйлеп отыр. Ет жеп алған соң барылдаған даусымен бір-екі ән айтты. «Негізі менің даусым жоқ, сонда да тұмарым айт деген соң айтамын. Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне демекші, менің осы даусым бұған ұнайды. Тұмарға ғашық болып шығарған әнім, сөзінде өзім жаздым. Менің жүрегімнің сырын басқа біреу білмейді ғой. Сол әніңізді айтыңызшы, тыңдайық», деді Гүлшат. «Аңсағаным асылайым, күндізіңе асығайың, ғашығым-ай, ғашығым-ай», деп Марат әндете бастады. «Керемет екен. Тұмар, сенде арман жоқ қой», деді Гүлшат. Тұмар риза көңілмен сықылықтай күлді. Болат босаған стакандарға толтыра ақ құйып, «Ал, онда осы ән үшін екеуінің бақытың үшін алып қоялық», деді. Марат дереу тартып жіберді. Сосын ешкімге сөз бермей тағы көсілді. «Сен нағыз жігітсің. Гүлшат қандай тамаша әйел. Сенің қадіріңді біліп отырған. Менің бұрынғы әйелім бар ғой, нағыз оңбаған. Менің қадіріме жетпеді ғой. Енді менен айырылып жылап отырған шығар. Қойшы соны. Тұмарым аман болсын. Сендер аман болыңдар. Мен өткен өмірімнің бәрін ұмытамын. Оларды өмірімнен сызып тастаймын», деп барып бірақ тоқтады. «Қойшы Марат, әйеліңді жамандамашы. Сенен ешкім ешнәрсе сұраған жоқ қой. Қайтесің айтып? Сосын көтере алмай қаларсың. Көп ішпеші», деп Тұмар ыңғайсызданып қалды. «Әйел деген күйеуінің сөзін бөлмейді. Сен де әбден еркін жүріп, еркек сыйлауды білмей қалғансың ғой, Тұмар. Міне, әйел деген мына Гүлшаттай болуы керек. Бөкенді қалай сыйлап отыр. Артық ауыз бір ауыз сөз айтпайды. Бөкен қандай жігіт. Келгелі мені құрметтеп, әнімді өзімді сыйлап құйып отыр. Еркек қой, еркек», деген Марат бос стақанын Болатқа созды. Лық толтырып құйып беріп еді. «Жаным-ай, міне енді тынысым ашылды ғой. Ән айтып берейін», деп домбыраны қолына алды. Бір-екі әннен кейін үш тыңдаушы одан азар да безер болды. «Қой, үйге қайтайық. Марат көп ішіп қойды. Көтере алмай қалды-ау. Мұндайы жоқ еді», деген Тұмар орнынан тұрды. Үй егелері Маратқа қарады. Марат қолындағы домбыраны ары-бері аунақшытып, «Бөке, мына домбыраң маған ұнап отыр. Осыны қалап тұрмын. Маған бересің бе?» деді. Ерлі-зайыптылар бір-бірінің жүзіне қарады. Тұмардың күйеуінен ертерек құтылғысы келді ме Болат? «Қалағаның домбыра болса, ал. Бағанадан бері әйеліңді мақтап отырсың. Ертең оны да сұрап келме», деп күлді. «Ой, Бөке, еркексің-ау, еркексің. Алғысым шексіз. Әйда, ертең үйге келіңдер. Тұмар ет асады, ән айтамыз, рахаттанып бір демалайық. Осы жұмыс дей бермеңдерші. Жұмыс деген ешқайда қашпайды. Адам адамша өмір сүруі керек. Тұмарға да айтатыным сол. Осы уақытқа дейін жұмыс істеді ме? Енді жетеді. Көлікке мініп алып, ел жерді аралап көру керек. Келесі аптада төртеуміз бірге табиғат аясына шығайық», деді Марат аяқ киімін киіп жатып. «Болшы тезірек үйге қайтайық», деді Тұмар тақатсызданып. Болат пен Гүлшат екеуін көлігіне дейін шығарып салды. Рөлге Тұмар өзі отырды да Марат жанына жайғасты. «Ертең қонаққа келіңдер, күтеміз, келіңдер», деді Марат кетерінде тағы. Тұмар үндемеді. Гүлшатқа жай ғана ертең хабарласатынын айтты. Үйіне қайта кірген Болат, «Қонақтар кетті ғой, енді өзіміз отырып шай ішейікші», деді. Гүлшат еріксіз жымиды. «Тұмардың күйеуі қалай екен?» деді сосын күйеуіне сынай қарап. «Жігіттің төресі ғой, өзі қандай, сөзімен әні қандай», деді Болат. «Қойшы, шын айтасың ба? Маған біртүрлі ұнамай қалды». «Неге? Кеше ғана мақтап,
Есін кетіп отыр еді ғой. Әніне ғашық болып, Тұмарға лайықсыз сияқты. Сөзі де көп екен өзінің, әйелін жамандағанын айтсай. Оның аңдығаны ақша. Сен ертең Тұмармен сөйлесіп көрш, мына алаяққа алданып қалмасын, деді Болат. Иә, сөзінен миым ашып кетті. Ой, бір тоқтамайды екен сабазың. Өзі кілең, атақты адамдарды айтып отыр ғой. Бәрімен таныс біліс сияқты. Тұмарға үйіңді сат, Алматыға көшейік депті. Әне көрдің бе? Өзінің келгеніне әлі бір ай толмапты. Әлден басын айналдыруды бастапты ғой. Байқасыншы Тұмар, деді Болат. Шай үстінде де екеуінің әңгімесі Тұмардың күйеуі болды. Жатарда да біртүрлі қылықтары еске түсіп күліп алды. Тұмар-ай, жалғыздықтан қашамын деп кімге тап болғансың? Біз қателессек жарар еді. Сен бақытты болсаң екен деп ойлады Гүлшат, көзі жұмылып бара жатып. Жаным, ыстық сорпан бар ма? Басымның солқылдап жатқан-ай. Кеше көп ішіп қойыппын ғой, деді Марат ұйқысынан тұра сала, ас үйде Тұмарға дауыстап. Тұмар дыбысын шығармады. Кеше түннен бері күйеуіне жын ұстап жүр. Түкті халатын киген Марат терезе алдына сыртқа қарап тұрған Тұмарды ту сыртынан құшақтады. Маған ренжіп тұрсың ба? Анау ұрысқақ тырысқақ қатыннан зорға құтылғанда сен сөйтпеші, сенің айдай жарқыраған жүзіңе, күндей жылы мінезіңе ғашық болдым емес пе? Неге тырысып тұрсың? Болат пен Гүлшатқа артық еш нәрсе айтқан жоқ шығармын. Сосын қойшы, соларды араласатын адамдар емес сияқты ғой. Ой, пырмай, сенің қай сөзіңе сенуге болады? Кеше ғана бөке Гүлшат деп осы жер-көкке сыйғызбай мақтап едің ғой. Домбырасын қалап әкеткенің анау. Ұят емес пе? Жап-жақсы адамдар олар. Олар жай адамдар ғой. Бізге енді қызметі бар, үлкен ортадағы адамдармен араласу керек. Мына қала бізге қол емес, үлкен қалаға көшу керек. Көлікті ауыстырып, жаңа үй алып, қалағанымызша өмір сүрейік. Басқа бізге не керек? Тамағың бар ма? Айналайын-ау, күйеуге асқазан арқылы жол табу керек дегенді оқымап бедің? Сен маған жақсылап қарамасаң кетемін де қаламын. Кеткеніңіз қайда кетесің? Маған ғашық болып артымнан жүгіріп жүргендер жетеді. Айтпақшы, телефонымның нөмерін ауыстырып тастайыншы. WhatsAppқа жазып тыныштық бермейтіндерді өзің көріп жүрсің ғой. Ана оңбаған әйелімнен көңілім қалған соң өмірлік жар болатын әйелді көп іздедім. Солардың ішінен саған ғашық болып іздеп келдім емес пе? Барш, сорпа дайын болып қалды. Жуынып шайынып ал. Тамақтанып алған соң саған костюм шалбар алуға барайық, деді Тұмар. Жаным сол, менің қамымды сенен басқа кім ойлайды? Сенсең, ешқашан дәл мұндай бақытты болған емеспін. Сен менің бағымсың ғой. Марат осы сөздерді айтып, әндете басып жуынатын бөлмеге кірді. Арада 1 сағат өткесін олар қымбат киімдер сататын дүкенді аралап жүрді. Марат көңілді. Тұмар оны бастан аяқ киіндірді. Аяқ киімде ала салу керек еді, деді Марат қайтарда. Тұмар күйеуіне бір емес 2 туфли сатып әперді. Белдігім ескіріп кеткен екен, шалбарымның сынын бұзып тұр, деп еді, жаңасын алды. Жаным-ау, өмірімде мұндай киімдер киген емес едім, сен аман болшы деп еміренді Марат. Үстіңде тоссың, арғы күні тойға барамыз, бір-бірімізге жарасып, сай болып жүруіміз керек қой, деді Тұмар. Енді бұл киімдерді жуу керек қой. Бүгін балық жейікші. Балық нағыз пайдалы тамақ қой. Саған ақыл айтайын, адам өзінен еш нәрсе аямау керек, деген Марат қымбат мейрамханадан ас ішкісі келетіндігін аңғартты. Олар үйге кеш қарая бірақ қайтты. Тұмарым, сен қандай ақылдысың. Мені бұл дүниеде түсінетін сен ғанасың. Мен енді туысқандарымды да, балаларымды да іздемеймін. Сенен басқа ешкім керек емес, бәрін ұмытамын, деді үйге келіп 100 грамм ішкен Марат. Адам туған баласын ұмыта алады ма? Ұмыта алмайсың. Сосын сенің балаларымен араласып тұруыңа ешқандай қарсылығым жоқ. Араласа берсейші, деді Тұмар. Байғұс баламай, маған арқа сүйеп жүреді.
Бүкіл жұмыс соған қарап қалды ғой. Бәрі ана оңбаған жексұрын шешесінің кесірінен. Соңғы кезде соны тыңдап, бәрі мені шетке қақты. Әкесін сыйлауды үйретпеді ғой анау жарты ми. Тағы бастадың ба? Қойшы, айта бермеші. Қимасаң үйіңе қайт. Не қыласың өткенді қозғай беріп? Өзің жаңа өмір бастаймын дейсің де, қайтадан тұңғиыққа бата бересің, деді Тұмар. Дұрыс айтасың. Олардың маған көк тиынға керек жоқ. Сенімен бақыттымын, деген Марат Болаттан сұрап алған домбыраны қолға алды. Екеуі түннің бір уағына дейін ән айтып отырды. Арада бір апта өткен. Марат сыртқа шығып кетіп телефонмен көп сөйлесті. Үйге қайта кіргенде өңі біртүрлі болып күрсіне берді. Не болды? Тыныштық па әйтеуір? Балаларың аман есен бе? Деді Тұмар. Тыныштық. Тек үйдегілер менің көлігімнің кредитін төлей алмай қалыпты. Енді банк алып қоюы мүмкін. Қап, енді не істеймін, ә? Көліксіз қалай жүремін? Деп безектей бастады ол. Саған ол көліктен пайда жоқ қой? Бәрібір мініп жүрген жоқсың. Ұлың айдап жүрсе, өзі төлеп құтылуға тырыспай ма? Көк тиындары жоқ қой олардың. Үйде ақшаны күректеп табатын мен едім ғой. Ана ақмақ қатынға ешқашан жұмыс істеткен емеспін. Үлде мен бүлдеге орап қоятымын. Сол жақсылығымды білмеді ғой. Енді кеп көліктен айырылмақшы. Ұлыма көлігін сатып жібер депті. Уайымдай бермеші, бір мәнісі болар. Тұмарым, бізге сол көліктен айырылып қалмау керек. Сенің мына көлігің ескіріп қалыпты. Менікі су жаңа. Былтыр кредитке алғанмын. Сенікін сатып жіберейік те барақшаға анау машинаның кредитін жабайық. Сосын оны өзіміз атымызға аударып аламыз да алаңсыз қыдырып жүреміз, деді Марат. Саған бәрі оп-оңай екен, я? Біріншіден, мен өз көлігімді сатпаймын. Сосын сенің кредиттегі көлігің бізге керек емес. Оған тиіспе, ұлыңда қалсын. Не қыласың оны? Менің көлігім екеумізге жетеді ғой, деді Тұмар. Сонда мен еркек емеспін бе? Өзімнің көлігім болмай ма? Онда маған су жаңа көлік әперде менің атыма жаздыр. Сонда ғана жаным тынышталады. Әйтпесе анау көлігімді ойлап мазам қашты. Қызық екенсің. Көлікті мен әперуім керек пе? Жұмыс істеп өзің алмайсың ба? Қайдағы жұмысты айтасың? Кезінде жұмыс істегенмін. Енді тек демалуым керек. Ауыр жұмысқа жарамаймын да. Сенде ақша көп қой, екеумізге жетпей ме? Жалғыз күйеуіңді асырауға шамаң жетеді ғой, деген Марат сөзінің аяғын әзілге айналдырғысы келді. Осы күннен бастап Тұмар қалың ой құшағына енді. Жалғыздықтан қашып тиген күйеуі жатып ішер арам тамақ біреу сияқты. Күн сайын айтатыны қымбат көлік. Тұмарды көлік салондарына апарады да ішіне отырып алып ыржиып суретке түседі. Ол суреттерді жан-жақтағы достарына жіберіп, Тұмар маған су жаңа көлік әперді деп жазып жібереді. Неге өтірік айтасың, ұят емес пе? Қай күні Болатқа да салып жіберіпсің. Гүлшат сұрағанда не дерімді білмей қалдым, деп Тұмар ренжісе, оған да жауабы дайын. Жаным-ау, жақсылықты жар салып айта беру керек қой. Әйтеуір бір күндері сол көлікті әпересің ғой, дейді саспай. Марат бірде телефон арқылы бір әйелмен әбден ұрысты. Бұл кім деп сұрап еді. Бір жынды қатын ғой, баяғыда 3 миллион берген өзі. Шіріген бай. Ол үшін 3 миллион 5 теңге сияқты. Бір концертмен демеуші болып, ақшамды сұрамаймын деп еді. Кейіннен мені үйіне жиі шақыратын болды. Барып тамағын, арағын ішіп қайтып жүрдім. Өзі менен 10 жас үлкен семіз әйел. Соңғы шақырғанда массаж жасап берші дейді. Қойыңыз, жасай алмаймын дедім. Сонша ақша бергенімде массаж жасамаймын дейсің, арқам құрысып мазам болмай отыр деген соң 1-2 сипалап бергенмін. Соны әдет етіп апта сайын шақыратын болды. Оның іркілдеген денесін көрген сайын жиіркенетінмін. Бірақ 3 миллион берді ғой деп тағы да арқасын сипалайтынмын. Сөйтсем, оның ойы әріде екен. Бір күні жүр, екеуміз Түркияға, Египетке барып демалып қайтайық. Ол жаққа барған соң ашыласың ғой дейді. Ол семізбен не қыламын ол жақта? Ішімнен жақтырмасам да көреміз жарайды дегенмін. Сөйтіп жүргенде сенімен таныстым ғой. Телефонымды ауыстырсам да тауып алып, Түркияға барайық деп қоймайды. Бірге бармасаң 3 миллионды қайтар, болмаса сотқа беремін. Тағы біреулерге телефоныңды беремін деп қорқытып жатыр. Енді не істейсің? Одан қалай құтыласың? Мен оған айттым. Мен саған қарыз емеспін, үйімнен кетіп қалғанмын.
3 миллионды негізі мен жаратқан жоқпын. Концерттен түскен ақшаның бәрін ана үйдегі қатынның қолына бергенмін. Сол құртқан содан алсын. Не болып кетті? Күніге бір нәрсе шығып жатыр. Әніңде жайыңа қалғандай. Асаба бола аламын деп едің ғой. Асаба болып ақша тапсан қайтеді? Асаба болуға болады, бірақ бұл қалада асаба көп екен. Маған нан жегізбес. Бізге Алматыға көшу керек. Ол нағыз өнер ордасы ғой. Сен ертең мына пәтеріңді сатуға қойшы, жаңа өмір бастайықшы. Өзіңе арнап талай ән жазамын. Екеуміз шалқып өмір сүреміз. Шыттай болып киініп алуымыз керек. Айтпақшы, маған жылтыр ою өрнегі бар костюм керек еді. Өткенде көріп едік қой. Соны киіп, кейбір әндерімді өз даусыма жаздырып, тойда ән айтсам да болады. Ой, сен менің қырып ақша тапқанымды білмейсің ғой. Әлі сені үлдемен бүлдеге орап қоямын. Маған төлеген ақшалардың бәрін қайтарамын, көрде тұр. Марат біраз желпініп барып тоқтады. Сол түні Тұмар түні бойы ұйықтай алмады. Марат ұйықтадау деген кезде жайлап тұрып ас үйге барып ұзақ ойланды. Жылағысы келіп еді, жылай алмады. Осыдан біраз уақыт бұрын ғана жеке өміріне еніп, жалғыздығын ұмыттырғандай болған адам өзі ойлағандай азамат емес екен. Оған тұрмысқа шығуға неге асықты екен? Енді бұдан қалай құтылмақ? Өзін жақсы көретін сияқты. Бірақ еңбек етейін деген ниеті жоқ. Айтқан сөзінің бәрі өтірік сияқты. Кеше Гүлшатта анауынан байқашы, сөзі сұйық адам сияқты, көп сөне берме деп жазып жіберіпті. Расында солай ма екен? Бірақ мұның менен басқа баратын жері, басатын тауы жоқ қой, не істесем екен? Қамбақтай жел айдап келген бұл адамның түпкі ойы қандай? Шіркін соны білсе ғой. Осындай ойлармен жастыққа басын қойған Тұмар Алладан күйеуімнің шын келбетін көрсетші деп тілек тілеп жатты. Таңертең Марат ерте тұрыпты. Таң атпай қайда асығып тұрғанын сұраған Тұмарға, кеше тойға киетін костюм аламыз деп едің ғой? Түні бойы түсіме сол кіріп шықты. Тезірек алайықшы деді. Тұмардың қаны қайнап басына шапшыды. Ақшам бар ма? Барда ала берші дейді. Менде қайдағы ақша? Өзің ғой әперемін деген. Марат балаша өкпеледі де қалды. Ал Тұмар таң алдында ғана көрген түсін есіне қайта-қайта түсіріп, төсектен тұра алмай ұзақ жатты. Түсінде Алматыда ең биік үйлердің ортасында тәлтіректеп өзі зорға кетіп бара жатыр екен. Мойнына екі аяғын салбыратып Марат мініп алыпты. Тұмар бұл түсті ешкімге айтпай-ақ өзі іштей жорыды. Міне, Алладан сұрап едім, Мараттың шын бет бейнесін көрсетіп берді. Ол нағыз арам тамақ екен. Бірақ Тұмар бұл түсін Маратқа айтпады. Тіпті киініп алып, жас баладай бұртиып отырған оны аяп кетті. Бишарай, жас кезінде жөні түзуде кимеген ғой. Қызыққан костюмін әперейінші деп ойлады. Таңғы астан кейін олар тағы да дүкен аралап жүрді. Сол күні Мараттың қуанышында шек болған жоқ. Арада 3 күн өткенде Марат тағы да көңілсіз күйге түсті. Енді қайттым. Сәнімгүл ақшасын сұрап жатыр. Сотқа берем деп қоймайды. Іздеп келемін дейді. Сен оған 3 миллион бере салшы, мен үшін. Күйеуіңді құтқаруың керек қой, деді жалынышты үнмен. Тұмар сабыр сақтап үндемеді. Ертесіне таң атпай Тұмардың телефоны шырылдады. Кіші қызы екен. Мама, мен енді шыдай алмаймын. Күйеуім ішіп келіп тағы ұрды. Үйге барамын деді. Келсең кел, бірақ ашуым басылғанша ғана. Ажырасамын деп ойлама, деді ол. 3 жасар баласын алып, Тұмардың қызы келгеннен Мараттың мазасы қаша бастады. 3 күннен кейін Тұмарға, қызың үйіне қайтпай ма? Тыныштығымыз бұзылды ғой. Баласы жылай береді. Маған көлік әперуге қимаған ақшанды қызыңнан аямай жатырсың. Солар келгелі меніме жөнді сөйлеспейтін де болдың. Сонда мен кіммін деп ызыңдап миын жейтін болды. Ақыры Тұмар шыдай алмады. Бұл менің ішімді жарып шыққан қызым. Күйеуі екеуі татуласқанша қамқорлық жасаймын. Далаға тастай алмаймын деді. Менше? Мен кіммін? Бір сен деп жүрген жоқпын ба, деді Марат. Сенің не үшін жүргенің маған бәсенеден белгілі болып қалды. Пәтерімді де сатпаймын, саған көлік те әпермеймін. Кредитіңді де жаппаймын. Сәнімгүліңнен алған 3 миллионыңды да төлей алмаймын. Саған түсінікті болса, қалаған жағыңа бара бер, деп айтып салды ашуға булыққан Тұмар.
Мараттың жүзі қабарып сөйлей алмай қалды. Тұмар көз жасын көрсеткісі келмей теріс айналып кетті. Түс қайта Марат ала дорбаға өзі киіп келген ескі-құсқы киімдерін сала бастады. Мен әперген киімдердің бәрін алып кет. Маған олардың қажеті жоқ. Кешкі пойыздан қалып кетпе. Міні билетіңе ақша деп, Тұмар 10 мың теңгені үстел үстіне қойды. Арам тамақ, су, жаңа киімдердің бәрін сөмкеге салып алды да үнсіз ақшаға қол созды. Тұмар алаяқтан тезірек құтқарған Аллаға іштей алғыс айтты.